Сәлем достар, бүгін біз Австралиядағы ерекше жануарлармен танысамыз. Ал бұл жануарлар басқа елдерде кездеспейді. Ал бұл кенгуру. Кенгуру Австралияда өмір сүретін ерекше жануар. Ол секіріп жүреді және өте алысқа секіре алады. Кенгурудың қалтасы бар, сол жерде ол баласын тасиды. Ол шөп, жапырақ жеп қоректенеді. Артқа аяқтары ұзын, әрі күшті. Ал құйрығы тірек сияқты. Кенгуру артқа жүре алмайды, тек алға қарай қозғалады. Ал бұл коала. Коала ағашта тұратын жұмсақ, әрі сүйкімді жануар. Ол тек Австралияда өмір сүреді. Оның сүйікті асы эвкалипт жапырағы. Басқа ештеңе жемейді. Коаланың тырнақтары мықты, солармен ағашқа жақсы өрмелеп шығады. Коалалар жай қозғалса да өте епті. Ал бұл вомбат, кішкентай аюға ұқсайтын сүйкімді аң. Вомбат жер қазады және ұзын індерде өмір сүреді. Күні бойы ұйықтап, түнде ғана шығып шөппен қоректенеді. Оның денесі жұмыр, әрі күшті, аяғы қысқа, бірақ мықты. Ал бұл эму. Австралияда тұрады ең үлкен құс. Ол ұша алмайды, бірақ өте тез жүгіре алады. Сағатына 50 километрге дейін. Эмудің мойны ұзын, аяғы күшті. Жүгіруге өте қолайлы. Ол тұқым, жеміс, жәндік жейді. Ал бұл какаду. Австралияда өмір сүретін ақ түсті әдемі папугай. Оның басының үстінде сары айдары бар. Ол қуанышты болса, айдарын көтереді. Какаду сөйлей алады. Адам даусын қайталайды. Ол өте ақылды, көңілді. Би билеуді жақсы көреді. Ал бұл динго. Динго Австралияда өмір сүретін жабайы ит. Ол орманда, шөлде және тауларда тіршілік етеді. Динго айлакер және шапшаң. Әдетте топ болып аң аулайды. Олар қоян, құс, кенгуру сияқты жануарларды аулайды. Ал бұл қара аққу. Қара аққу Австралияда кездесетін ерекше түсті аққу. Оның қауырсындары қара, ал тұмсығы қызыл болады. Бұл құс көлдер мен өзендерде жүзеді. Қара аққулар жұбымен өмір сүреді және өте адал құстар. Ал бұл ехидна. Кірпіге ұқсайтын, бірақ өте ерекше аң. Ол инелермен қорғанады және ұзын тілімен құмырсқаларды жейді. Ал бұл платипус. Платипус өте ерекше аң. Оның тұмсығы үйректің тұмсығына ұқсайды. Ол суда жүзеді. Аяқтары жүзуге ыңғайлы, ал құйрығы балықтың құйрығына ұқсайды. Олар ұсақ жәндіктермен, құрттармен қоректенеді. Тек Австралия өзендерінде ғана өмір сүреді. Достар, бүгін біз Австралиядағы аңдармен таныстық. Ең бастысы арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Томми ТВ арнасында келесі кездескенше.